Сәлеметсіздер ме оқырмандар, қазақ тілі пәнінен бірінші тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмасы. Тапсырма: мәтінді оқып шығып көтерілген басты мәселені анықтаңыз. Өз көзқарасыңызды жан-жақты тұжырымдап, мысалдар арқылы дамытып дәлелдеңіз. Өз жұбыңызды мұқият тыңдауға тырысыңыз. Оның мәтіні бойынша маңызды деп санайтын екі сұрақ қойыңыз. Оның мәтінінің басты идеясын анықтауға белсенді қатысыңыз. Пікіріңізді білдіріңіз. Бірінші мәтін: ағылшын тілінің мамандық үшін маңызы. Өзге тілді үйрену, оны жетік меңгеру бұл ең алдымен халықаралық қатынастар кезінде айрықша рөл атқаратыны баршамызға аян. Елбасымыз Назарбаев әрбір қазақстандық үш тілді жетік меңгеру керек. 2020 жылға дейін ағылшын тілін білетін тұрғындар саны біршама көбею керек деп айтқан еді. Тіл үйренудің ешқандай зияны жоқ, керісінше пайдасы ұшан-теңіз. Туған тіліңді білуге тиісті емессің, міндеттісің дер едім. Ал басқа мемлекеттің алдында өз еліңнің дәрежесінің биік екенін мойындату үшін жеті тілді жетік меңгеру артық етпейді. Бірінші мәтін жауабы. Мәтінде көтерілген мәселе көп тіл білудің пайдасы. Ғалымдардың айтуынша әлемде 6000-ға жуық тіл бар. Бүгінгі таңда адамдар тек ана тілдерін білумен шектелмей, өзге елдердің тілдерін де білуге құмар. Қазіргі таңда әлем жаһандану процесінде. Әлемдік қарым-қатынас тілі ағылшын тілі болып отыр. Ана тілден басқа ағылшын тілін меңгеру заман талабы. Дегенмен, тек екі тілмен шектеліп қоймай, басқа да тілдерді үйренуге әрекет ету керек. Көп тіл білу адам миының жұмыс жүйесіне де жағымды әсер етіп, есте сақтау қабілеті арта түседі. Екінші мәтін: көп тіл білгеннің пайдасы. Қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде қастерлейміз, біле жүреміз. Орыс тілін қатынас тілі ретінде қолданамыз, есте сақтаймыз. Ағылшын тілін әлемдік аренаға ену үшін енгіземіз, үйренеміз. Қазақстанда тілдердің үш түрлі жобасы жүзеге асырыла бастады. Осы жоба аясында қазақ, орыс және ағылшын тілдерін үйренуге жағдайлар жасалуда. Сонымен бірге осы ретте халықтың біраз бөлігі еліміздің мемлекеттік тілі қазақ тілі екендігін білуі шарт. Көп тілділік заман талабы. Бір халықтың мәдениетін басқалармен салыстыру арқылы ғана әлем суретін әр алуан, әр тұтас көруге мүмкіндік беретін ұлттық мәдениеттің барлық ерекшеліктерін және құндылықтарын сезінуге болады. Екінші мәтін жауабы. Мәтінде көтерілген мәселе көп тіл білудің пайдасы. Қазақстан үш тұғырлы тіл жобасын енгізуді қолға алып отыр. Орыс тілі қатынас тілі ретінде, ал ағылшын тілі әлемдік аренаға енуге мүмкіндік береді. Сондықтан ағылшын тілін жетік меңгеру арқылы әлем халықтарының мәдениетімен танысамыз. Оларды салыстыра отырып, ерекшеліктер мен құндылықтарын сезіне аламыз. Бал қою кестесі. Тыңдалым және айтылым. Бал 5 балл. Грамматика мен лексиканы дұрыс қолдану. Грамматикалық және лексикалық құрылымдарды қолдану аяуларын өте жақсы түсінеді. Сөз саптауы дұрыс, анда-санда мардымсыз қателер жібереді. 4. Грамматикалық және лексикалық құрылымдардың қолдану аяуларын жақсы түсінеді. Сөз саптауы дұрыс, анда-санда қателер жібереді. 3. Грамматикалық және лексикалық құрылымдарды қолдану аяуларын орташа түсінеді. Сөз саптауы дұрыс, қателері байқалғанмен түсінуге кедергі тудырмайды. 2. Грамматикалық және лексикалық құрылымдарды қолдану аяуларын аздап түсінеді. Сөз саптауы нақты емес, түсінбеушілікті тудырады. 1. Грамматикалық және лексикалық құрылымдарды қолдану аясын өте аз түсінеді. Түсінбеушілікті тудыратын, қайталанып келетін қателер жиі кездеседі. Оқылым тапсырмасы. Берілген үзінділерді оқып сұрақтарға жауап беріңіз. А мәтіні. Құралай Заманбекқызы Нұрқаділова, қазақстандық дизайнер, суретші, стилист, Құралай сән үйінің басшысы, Қазақстан Республиканың ұлттық сән палатасының атқарушы директоры. Оқушы кезімнен-ақ достарымның арасында көшбасшы болуға тырысатынмын. Сыныпта болған мәселелерді шешіп, балалар арасында достыққа көп көңіл бөлетінмін. Алғашқы қоңырау, соңғы қоңырау сияқты кез келген іс-шараға үнемі қатысатын едім. Дизайнерлік салада жүргеніңізге қанша жыл болды? Бұл салада жүргеніме 26 жылдан асты. Ал менің Құралай сән үйіме биыл 22 жыл толды. Мен өз идеяларымды бой жетіп келе жатқандай қағаз бетіне түсіре бастаған болатын. Сән салонымда қанша бөлме болатынын, ол бөлмелерде қандай жиһаздар қалай орналасатынын және қанша адам қызмет ететіндерін дәптерге түсіргенді ұнатушы едім. Нәтижесінде 1994 жылы өзімнің сән үйімді аштым. Енді мәтін бойынша тест сұрақтарына жауап берейік. Мәтіндегі сән шебері бала кезінде қандай болған? Ол мәтіндегі сән шебері бала кезінде өте белсенді болған.
Суретшінің болашағына құрған жоспарын қай абзацта айтылған? Суретшінің жоспары 3-ші абзацта айтылған. Сізге берілген мәтіннің кейіпкері сияқты өз болашағыңызды жоспарлау дұрыс деп ойлайсыз ба? Ойыңызды 3 сөйлеммен жазыңыз. Меніңше армандамайтын адам баласы жоқ шығар. Сол арманына жету үшін алдына мақсат қойып жоспарлау керек сияқты. Жоспар бойынша жұмыс жүргізген дұрыс деп ойлаймын. Мәтіні хабарландыру. 2016 жылдың 14 мамырында отбасы дәстүрін өнегелі құндылықтарды жаңғырту мақсатында мерейлі отбасы атты байқау өтеді. Бұл байқауға аймақтан көптеген отбасы қатысып өздерінің дәстүрлерін ортаға салады. Сіздерді де конкурсқа қатысуға шақырамыз. Ұйымдастырушы Оңтүстік Қазақстан әкімдігі білім басқармасы. Өтетін орны Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, Нұрсәт Мөлтек ауданы, Астана даңғылы, нөмірі 6 мекенжайында орналасқан Шанин атындағы Оңтүстік Қазақстан облыстық қазақ драма театры мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны ғимараты. Басталуы сағат 14:00-де. Ескерту: байқауға қатысушылар жол мен баспана қаражатын өздері көтереді. Ұйымдастырушылар қаланың көрікті жерлеріне қызықты экскурсия ұсынады. Келемін деушілерге есік ашық. Мәтінде аталған байқау не үшін ұйымдастырылады? Мұнда дұрыс жауап С жауабы жанұяның әдет-ғұрпын, үлгілі мұраны жалғастыру үшін. Екінші сұрақ: Жәнібектің отбасын байқауға қатысу үшін ақшаны қайдан алды? Мұндағы дұрыс жауап Д отбасы қорынан. Мәтінде аталған байқау сияқты шаралардың өткізілгенін дұрыс деп ойлайсыз ба? Өз пікіріңізді 3 сөйлеммен білдіріңіз. Мәтінде аталған байқау сияқты шаралардың өткізілгені дұрыс деп ойлаймын. Мұндай байқаулар отбасы мүшелерінің ынтымағын арттырады, отбасылық өнеге мен құндылықтарды дәріптеуге шақырады. Мұнда оқылым тапсырмаларының бал қою кестесі көрсетілген. Бірінші тест сұрағының жауабы Б, екінші С. Үшінші ықтимал жауап: өз болашағыңды жоспарлаған дұрыс. Армандап алдыңа мақсат қоя білсең, жетістікке жетесің. Төртінші тест сұрағының жауабы С, бесінші Д. Ал тапсырманың ықтимал жауабы: мәтінде аталған байқау сияқты шаралардың өткізілгені дұрыс деп ойлаймын. Отбасы дәстүрлері ынтымақшыл, мерейлі болуына әсер етеді. Барлығы 10 ұпай. Енді жазылым тапсырмалары. Оқушылар 2 сұрақтың біреуін таңдайды, жазба жұмысын орындайды. Орфографиялық нормаға сай жазу керек. Бірінші: 3 тілді меңгеру еркіндіктің бүкіл әлем бойынша жүріп тұрудың кепілі. Тақырыбында мектеп журналына ойыңызды сипаттап жазыңыз. Екінші: беташар қазақтың келін түсіргенде жасалатын салтының бірі. Дәстүрлі беташар әдетте тойға жиналған халық тарқар кезде өткізілген. Беташар салты туралы не білесіз? Мәтінде аргументтер келтіре отырып ойыңызды сипаттап жазыңыз. Жазылым жауаптарына үлгі. 3 тілді меңгеру еркіндіктің бүкіл әлем бойынша жүріп тұрудың кепілі. 3 тұғырлы тіл өмірдің қажеттілігі. Бұл бүгінгі елдің тыныс тіршілігін айқындайды. 3 тілді меңгеру бәсекеге қабілетті ел азаматының міндеті болып отыр. Бұл бәсекеге қабілеттілікті ұмтылудың ең алғашқысы сатысы болып табылады. Өйткені қазіргі уақытта бірнеше тілді меңгерген азаматтардың қай ортада болсын жолы ашық. Беташар қазақтың жаңа түскен келінге арналып жасалатын салты. Менің ойымша оның тәрбиелік мәні өте жоғары. Беташар жырында жаңа түскен жас келінге қайын жұртын таныстырады. Сонымен қатар келін тәрбиесіне қатысты насихат сөздер айтылады. Үлкендер жағы 2 жастың шаңырақ көтеруіне қатысты бата тілектерін беріп, жаңа өмірге бағыт-бағдар береді. Мұның барлығы жас шаңыраққа деген алғашқы қолдау болып табылады. Мұнда жазылым тапсырмаларының бал қою кестесінің сипаттамалары ұсынылған. 9-10 балл, 7-8 балл, 5-6 балға байланысты. Мынау жазылым бал қою кестесінің жалғасы 3-4 балға қатысты және 1-2 балға қатысты.